Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге ерекше түрк тәттілерінің бірі, осындай кекстің рецептісімен бөлісемін. Ортасы ылғалды, жұмсақ, ауызда еритін осындай керемет пирог болып шығады. Алдымен 3 жұмыртқа, 1 стакан қантымызды салып, аппақ болып көпіргенше миксермен араластырамыз. Шамамен 2-3 минуттай араластырамыз. Одан кейін 1 стакан сүт, 1 стакан сұйық май, 5 ас қасық какао. Какао салғаннан кейін шашырап кетпеу үшін алдын ала осылай араластырып аламыз. 1 пакет маринді салып миксермен араластырамыз. Одан кейін ұнды аз-аздан қосып отырамыз. 1 пакет қопсытқышты саламыз. Міне біздің массамыз дайын болды. Формамызды майлаймыз. Массамызды құямыз. Алдын ала қызып тұрған 170 градус пеште пісіріп аламыз. Пирогты пешке салғаннан кейін енді кремін жасаймыз. Ол үшін 2 стакан сүт, 4 ас қасық какао, жарты стакан қантын салып қайнатамыз. Қайнағаннан кейін 1 шай қасық сары май және Қазақстан шоколадының осындай бір кішкентай бөлігін салдым. Олар ерігеннен кейін астын қысып қоямыз. Астын өшірмейміз, пирог піскеннен кейін ғана өшіреміз. Міне кремамыз өте әдемі болып шықты. Пирогымыз пісті. Пирог піскеннен кейін 5 минуттан кейін кремін үстіне құйып шығамыз. Екеуі де ыстық болу керек. Бетін тегістеп шығамыз. Кокосмен әсемдейміз. Міне дайын болды. Міндетті түрде жасаңыздар, өте дәмді болып шығады. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.